Катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сен қандай катаклизмдер болатынын есіңе түсіресің. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларымен танысасың. Тірек сөздер: су тасқыны, су басу. Сызбаны пайдаланып қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтып бер. Жалпы катаклизм табиғи факторларға байланысты. Оны алдын ала болжап, күні бұрын дайындалуға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады. Түсіндірме сөздіктен тасқын ұғымына берілген анықтаманы қара. Тасқынның пайда болу себептері туралы мәтінді оқы. Бұлардың қайсысы табиғи факторларға, қайсысы адамның іс-әрекетіне байланысты екенін айтып бер. Су тасқынының алдын алуға бола ма? Әдетте, су тасқынының орын алуына жауын-шашынның мол түсуі себеп болады. Жауын суы жерге сіңіп ағып үлгермесе, сол маңайдағы алқапты су басады. Кей жылдары көктемде күн ерте жылиды. Соның салдарынан қыс бойы жауған қар жылдам ериді. Егер қар қалың жауса, су басу қаупі артады. Сондай кезде су қоймасындағы судың деңгейі ернеуінен асып, елді мекендерге қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай алапат су тасқынына әкеліп соғады. Су басу қаупі төнгенде қауіпсіз жерге көшіңдер. Ережені есте сақтаңдар. Су басу қаупі төнген жағдайда өзіңмен бірге тамақ, су, жылы киім, медициналық қорап, құтқаратын шеңбер, сіріңке, жіп керек. Жоғарғы қабатқа көтерілу, не үйдің төбесіне шығу керек. Құтқарушылар келгенше отырған жерінде күту керек. Жалау жарық түсіретін құрал, немесе майшамды жағып, қай жерде екеніңді білдіріп, белгі беру керек. Суреттерге қара. Су тасқыны кезінде не істеу керектігін парталасыңмен бірге талқылаңдар. Төтенше жағдайда өзіңді қалай ұстау керек? Айтып бер. Жер сілкінісі қаупі төнгенде адамдар үйден шығып кетуі керек. Жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шаралар суретте дұрыс орналасқан ба? Сурет астындағы нұсқаулықтар. Теледидар, радионы қосып хабарламаны тыңда. Суды, газды тоқтатып, электрді ажыратып, отты сөндір. Тамақ пен суды герметикалық ыдысқа сал. Қажетті заттар мен құжаттарды ал. Үйден шық, суретте жасыл үй көрсетілген. Эвакуациялық пунктке бар. Төменгі қабаттағы есік-терезелерді бекіту керек, белгісі қойылған. Құнды заттарды жоғарғы қабатқа апар. Жағдайды талқылайық. Бір жағдай. Жаздың әдемі бір ашық күнде табиғат аясына демалуға шықтыңдар. Кенет ауа райы бұзылып, жаңбыр жауды. Құрған шатырлар су жиналатын жерде қалды. Бұл жағдайда не істер едіңдер? Екі жағдай. Көрші ауылды су басқаны жөнінде теледидардан хабар берілді. Су басқан ауылға қандай көмек беруге болады? Өз пікіріңді айт. Тапсырма: су тасқынынан зиян шеккен адамдарға арнайы сәлемдеме әзірле. Оған не саласың? Біз табиғатты қорғаймыз. Біздің бабаларымыз табиғатта жойқын, қаһарлы сәттердің болатынын білсе де, оған ерекше мейірім мен қамқорлықпен қараған. Табиғатты мейірбан әрі жомарт деп бағалаған. Себебі табиғат адамдардың кисе киімі, жесе азығы, тоңса баспанасы болды. Әрқайсымыз табиғаттың бір бөлшегі екенімізді білуге тиіспіз. Оған зиян келтірсек, өзімізге зиян келтіретінімізді ұмытпайық. Жоба 7 минут ішінде шағын жоба құрастыр. Зерттелетін зат: су тасқыны, стихиялық құбылыс. Зерттеу нысаны: су басқан аймақ. Болжам: су тасқынының қауіпсіздік ережелерін білсең, төтенше жағдайда адам өмірін құтқарып қалу мүмкіндігі. Мақсаты: су тасқынының зардабын анықтау. Төтенше жағдай кезіндегі өзіңнің қорғану әрекетіңді білу.